Бұл мангус түні бойы қоректеніп, әбден шаршап, енді ұйықтауға келе жатыр. Ол жер тиіннің ініне кіріп демалады. Ал тиін бұған еш алаңдамайды. Керісінше мангустың сонда жатқанын білсе, көңілі тыныш болады. Себебі олардың арасында таңғажайып келісім бар. Бұл өте улы жылан тиіннің балаларын жеуге келе жатыр. Тиіннің күшіктері жыланды көріп тұрған жоқ. Жылан жерге тым жақын жорғалап келеді. Түсі құммен бірдей. Аталық тиін қауіпті байқайды, алайда жыланмен айқасуға шамасы жетпейді. Себебі жыланның уы оны да өлтіреді. Дегенмен ол өзіне көмектесе алатын серіктесін біледі. Тиіннің шарасыз дауысы шығып, мангусты көмекке шақырады. Мангус жыланның өлімге әкелетін уынан қорықпайды. Мангус аяқ қимылы жағынан аса шапшаң, жыланның шабуылдарынан жалтарып, қарсы соққы бере алады. Ақырында жылан шегінуге мәжбүр болады. Бұл жолы жылан жеңіл құтылды, себебі мангустың қарны тоқ. Жер тиіннің отбасы аман есен. Мангус олардың өмірін сақтап қалды. Сондықтан тиін мангусты өз ініне паналатуға қуана келіседі. Бұл екі жаққа да тиімді серіктестік. Мангус баспана табады, ал жер тиін жеке оққағарға ие болады. Мангус күшпен емес, жылдамдық және дәлдікпен жеңеді. Үнемі қозғалыста болып, бір орында тұрмайды. Бір-екі рет жақындап, кері шегінеді. Жыланды ашуландырып, соққы жасауға мәжбүрлейді. Осылайша жылан шаршайды. Шаршаған жылан баяулайды және соққы сәтінде қателеседі. Дәл сол қателікті пайдаланып, мангус желке тұсынан және басынан тістеп өлтіреді.